Сәлеметсіздер ме қымбат достар, Әлия әлемі каналына қош келдіңіздер. Мынау сіздердің көз алдарыңызда өсіп тұрған әдемі гүлдің аты барлығымызға таныс әйел бақытты гүлі. Бұл гүлді өсіруде аса көп қиындық жоқ секілді көрінгенімен, кейде бабы келіспей қалса, бірден жапырақтарының шеті қурап сарғая бастайды. Немесе мүлдем гүлдемей қоятын кездері де аз емес. Осындай жағдайда көпшілік бір-біріне сауал қойып, қалай гүлдетуге болады, қалай жапырақтарын әдемі қалыпта сақтауға болады деп жиі сауал тастайды. Мына гүлдің менің үйімде өсе бастағанына бір 3-ші жылдың жүзі болды. Бұл гүл жылына 2 мезгіл гүлдейді. Әрине, бұл гүлдің кей кезде шындығында да бұның да жапырақтары сарғайып кететін тұстары жиі кездесіп отырады. Дегенмен де бұл гүлдің мен жалпы өзім қандай күтімін жасаймын, соны сіздерге айтып өтейін. Бұл терезенің алдында менде өсіп тұрған жоқ. Бұл терезеге тақау жерде биік көптеген гүлдермен қатар кәдімгі еденде өсіп тұр. Гүлдер қойылатын подставкаларға қойылады кейбір гүлдер, өйткені терезенің алдында өзге ұсақ гүлдер көп болғандықтан шындығы керек сыймайды. Және әсіресе жазға таман күннің тікелей түскен сәулесінен бұл гүл бірден қурай бастайды. Мына гүлдің бір жарғанына міне 3-ші сәуірде бірінші рет бір жарды, қазір міне 5-ші мамыр болды. Бір айдан бері осылай гүлдеп тұр. Алдыменен жалғыз гүлі шықты, одан кейін 2-ші гүл пайда болды. Және көптеген жаңа жапырақтары да міне шығып келе жатыр. Мен оған қандай күтім жасаймын? Әрине, жылына 1 рет топырағын жаңа топыраққа ауыстырып отырамын. Әмбебап топырақ аламын, оның ішіне перлит, агроперлит сияқты топырақты қопсытқыш тыңайтқыштарды қосып отырамын. Және осы соңғы жарты жыл, 1 жылдың көлемінде мен өзім барлық гүлдеріме топыраққа осмокот тыңайтқышын қосамын. Мына гүлге де қаңтар айында тыңайтқыш, осмокот тыңайтқышы қосылған болатын. 5-6 айға арналған түрі тыңайтқыштың. Қазір міне осы гүлдердің жақсы өсуіне сол тыңайтқышта өзіндік әсерін тигізіп тұр. Және бұл гүлді мен мүмкіндігіме қарай жапырақтарын су шашып, немесе қолымнан келгенше ысы болмағанмен жылы душқа түсіріп, жалпы жиі ылғалдандырып тұруға тырысамын. Міне көз алдарыңызда мен гүлдеріме пайдаланатын мынандай бір жақсы құрылғы бар. Бұл құрылғының ішінде үнемі менде фильтрлі су тұрады. Қазір міне толып тұр ішінде. Өте бір жақсы сапалы жасалынған. Мен мысалға әйел бақытына, жапырақтарына осы суды бүркіген уақытта гүлдеп тұрса, гүлдеріне суды бүркімеуге тырысамын. Тек қана жапырақтарына. Қараңыздаршы міне. Бұл гүл жаны сүйеді сондай ылғалдандырып тұрғанды. Соныменен күннің ыстық сәулесін аса көп ұната қоймайды. Суды жақсы көреді. Топырақтың үстіңгі беті құрғай бастаса, суарып отыру керек. Мен поддонға, тағы да басқа төменгі жағынан су құйып отырмаймын. Енді гүл көп болғаннан кейін кәдімгі мына үстіңгі бетіне фильтрлі суды немесе бөлме температурасында 2-3 күн болған суды құямын. Мүмкіндігіне күніне тіпті 2 реттен суды бүркіп отырсаңыздар, бұл гүлдің жаны сүйе түседі. Сонымен қатар міндетті түрде бір тыңайтқышты, гүлдерге арналған тыңайтқышты әсіресе жаз мезгілдерінде 7-10 күн сайын, қыс мезгілдерінде азайтып, жалпы тыңайтқышты қосып отырған пайдалы. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Әлия әлемі каналында бөлме гүлдері бау-бақша плейлистінде басқа да гүлдердің күтімі туралы айтамын. Сау болыңыздар.